Баршаңызға сәлем. Егер де сіз де дәл мен сияқты құймақ жасау білмесеңіз, онда міндетті түрде осы рецепті сақтап алыңыз. Бір жасағаннан мінсіз болып шығатын, әрі жасалу жолы өте оңай құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Және мен бұл құймақты бірінші рет жасап көрдім. Міне осындай жұп-жұқа әрі керемет дәмі деген тіл үйретін құймақ шықты. Міндетті түрде видеоны толық көріп шығыңыздар. Ең алдымен таза ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып аламыз және оған қантты қосамыз. Қантты қосылғаннан кейін 1 шымшым тұз қосамыз және 1 шымшым ас содасын қосатын боламыз. Міндетті түрде ас содасын қосыңыздар. Және бұл массаны жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламын. Венчиктің көмегімен араластыруға болады. Егер де венчик болмаса, онда кәдімгі үйдегі шаншқымен де араластыра беруге болады. Әркімнің өз қалауынша. Міне осымен осындай сұйық масса болды. Енді осы араласқан массамызға сүтті құятын боламын. Сүттің жартысын құямыз. Қазір мен сіздерге айтам, неге жарты сүтті құятынымызға. Осы массаны жақсылап тағы бір рет араластырып алған соң, біз енді ұнды қосатын боламыз. Ұнды қосқаннан кейін міндетті түрде ешқандай түйіршігі қалмайтындай қылдырып, жақсылап осы массаны араластырамыз. Міндетті түрде ешқандай түйіршік қалмау керек. Өйткені сіз блины пісіретін кезде оның араласпағаны және блиныйдың комок деп айтуға болады. Енді түйіршіктері білініп тұрады. Міне, менде осындай масса шықты. Қараңыздар, сұп-сұйық, кәдімгі қаймақты тәрізді. Қаймақтың қоюлығы қандай, тура сондай қоюлықта масса шығу керек бізде. Және қалған сүтімізді осы массамызға қосатын боламыз. Міне сол үшін мен сүтті 2 бөліп қостым. Сұйық массамыз дайын болған кезде 2 үлкен қасықпен сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластырып аламын. Осымен сұйық масса дайын. Енді алдын ала қыздырылған пешке табамызды осылай бір рет майлап аламыз. Және құймағымызды құямыз. Осымен құймақ дайын болды. Осы барлық ингредиенттен 25 дана құймақ шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Рахмет.